Қарбыз қоректік заттарға бай тропикалық жемістер. Егер сіздің дәрігеріңіз жүктілік кезінде қарбызды тұтынуды ұсынса, бұл жақсы себеп. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам аяғы ауыр әйел қарбыз жесе, сымбатты әрі көркем мінезді бала туады деген. Жүкті әйелдер әдетте ас қорыту проблемаларынан зардап шегеді. Қарбыз тамақ түтігі мен асқазанды тыныштандыру арқылы бұл мәселелерді жеңілдетеді. Ол қыжылдаудан лезде құтылуды қамтамасыз етеді. Қолдар мен аяқтардағы жеңіл ісіну немесе ісіну жүктілік кезінде жиі кездеседі. Қарбыздағы жоғарғы су мөлшері тамырлар мен бұлшықеттердегі бітелуді азайтады, осылайша ісінуді емдейді. Қарбыз құрамында калий мен магний сияқты минералдардың, А, В дәрумендерінің көп мөлшері бар. Бұл қоректік заттар табиғи энергия күшейткіштері болып табылады. Осылайша денеге үлкен қуат береді. Олар сондай-ақ нәрестенің көру, иммундық жүйелерін дамытуға пайдалы. Таңертең ерте бір стакан жаңа қарбыз шырынын ішу жүктілік кезінде тамаша идея. Қарбыз күні бойы тыныштандыратын және сергітетін әсер береді. Жаздың соңғы тамыз айы қарбыздың әбден пісіп жетілген мерзімі болып есептеледі. Ашық жерде ұзақ сақталатын қарбызды жеуден аулақ болыңыз. Себебі ол жүрек айнуы, құсу және асқазан ішек ауруларына әкелуі мүмкін. Әрқашан жаңа піскен жемістерді немесе шырындарды таңдаңыз. Видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.